Біз Тасқала колледжінің студенттері Жұбан Молдағалиевтің 100 жылдық мерейтойы қарсаңында техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының студент жастар арасында өтетін «Мен қазақпын» атты онлайн эстафетасын Сырым колледжінен қабылдап, Жақанша Досмұхамедов атындағы жоғарғы педагогикалық колледжге жолдаймыз. Жұбан Молдағалиев: «Мен қазақпын, мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Жүргегімде таныстым мың тілімен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн түрілген. Мен қазақпын, ажалсыз анамын мен. Құрсағыма сыйдырам даланы мен. Бәк сәбимін, бесікте уілдеген. Дәуірлермен құрдаспын, данамын мен. Мен жігітпін, айқасқа сынға асықпын. Жүрегі бар кеудемде шыңға шықтың. Жанар таудай жойқынмын жұлқынғанда, шарықтасам қырам боп шыңға шықтым. Ал бүгінше, бүгін мен азаматпын. Жаза алатын ғылымды қаза алатын, жаза алатын дүниелік дастандарды, жаза алатын тарихқа қазағатын. Атымында бүгін ғой таңылғаны, оған дейін не таңба таңылмады. Солар жайлы ойлансын ұрпағымыз, Шолпан қызы шапақты таңылдары. Кешір мені күндеме тентегімді, көрдім рас көбінен ертек күнді. Әркім бірақ не ексе соны ұрады, көсіп алып жатқам жоқ мен тегімді. Берген емес Құдайдың бұл ұлықтың, тағдырыма патшалық сырын ұқтым. Бір мүшесі болғаным қандай бақыт, коммунистік партиядай ұлым. Сондықтан да биіктеп барады елім, барады ұлы отаным балалы елім. Жер бетінде ырысты бір мен болсам, бақытсызға өзімді балар едім. Болмысында ешкім жоқ ұзатылған, шыр етіп ол ақ қолын созатылған. Менде солай талпынып қанаттандым, барсам барам айғада өз адымнан. Бүгінше, бүгін мен азаматпын, жазалатын ғылымды қазалатын, жазалатын дүниелік дастандарды, жазалатын тарихқа қазағатын. Мен қазақпын, бір биік белеспін мен, Европада, Азияда емеспін мен, аралықпын жетінші материктей, бірақ барша адаммен телеспін мен. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін, қайта тудым өмірге, қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім мәңгі өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім.